Ал қайырлы кеш, осылай алаңқайларда болмаса сайбақтарда көбінесе енді мынандай көп қабатты үйлердің алдында, этаж үйлердің алдында алаңқайларда аналар қазір енді көпке топырақ шашпа, андай мындай, бірақ соңғы кезде көп байқаймын. Өзім кешіп ана атандым. Сөйтіп 1 жасар коляскамен жүреміз. Одан кейін 2 жас, 3 жас бала аяғымен жүре бастағаннан кейін артынан жүгіріп қарап, қазір Құдайға шүкір 8-ге кетіп жатырмыз. Әлі артынан қарап жүрмін. Құлап қалмай ма екен, біреу бірдеме істеп қалмай ма екен, біреуге тиіп қалмай ма екен, біреу тиіп қалмай ма екен деп. Бірақ біздің қазір қазақ деп айтпай-ақ қойшы, осы қазақстандық дейікші, өйткені барлық халыққа, барлық ұлтқа ол қатысы бар. 1 жасар болсын, 2 жасар болсын, балаларын бүйтіп жіберіп қояды да, телефонға үңіледі. Тараздың жігіттері айтқандай мамашалар, болмаса ана сымақтар, болмаса жаңағыдай жіберіп қояды да, қарап, сөйлесіп, 2-3 қатын жиналып алып, болмаса байлармен, болмаса өздері, өзімен, өзінің әлемінде, өзінің кайфымен жүреді. Ана бала не істеп жатыр, ана бала не қойып жатыр, аузына топырақ, құм тығып жатыр ма, шатағы жоқ, өз-өзімен жүр. Енді блогер болу үшін бірден ондай кезде енді торымыз болып қаламыз ғой, бірден камера алып, одан үйден кеш шықтым, енді үлкен бала, 7 жаста енді өзі серуендеп жүретін қызым ғой, енді жүгіріп келді, ойбай мама, аяғыма бір қыз тепті деп. Біздің аулада ондай қандай бар екен, біздің аулада бәрін бірін танитын едік қой деп барсам, бір кішкентай 1 жасар ма, 2 жасар ма, сондай қыз. Мен айттым, енді осымен тайталасам да, бопты десем, ар жағынан шешесі жүгіріп келді, баж етіп. Мен айттым, болды, түсінікті дедім. Бала тәрбиені қайдан алады? Бала, кішкентай бала, 18 жасқа дейін, 16 жас, енді қай уақытқа дейін? Ата-ананың айнасы. Егер сіз оңбаған, сүмелек, бір сорлы болсаңыз, сіздің балаңыз тура сондай болып өседі. Сондықтан қазір мені тыңдап отқан тыңдарқұлақ, өтініш, кішкентай балаларыңыз болса, кәмелет жасқа дейін сіздер оларға жауаптысыздар. Сондықтан ата-анасыздар ма, аяғына шейін ата-ана болыңыздар.